Айым мен Арманның отау құрғандарына небәрі 5 ай болды. Олар бірін-бірі жақсы көріп үйленген жоқ. Арман анасының көңілінен шығатын келін болса болды деп үйленген. Айым Қатира қалағандай орташа отбасынан шыққан қарапайым қыз. Көп ұзамай Қатираның келініне деген көзқарасы өзгерді. Айым енесінің көңілінен шығу үшін бар ынтасын салса да, Қатира келінінің істегенін, мінезін жақтырмады. Айым тәрбиесіз, үлкенді сыйлауды білмейді, деп ылғи ұлына шағымданды. Осы 5 айдың ішінде Айым енесінен көп тепершік көрді. Енесінің ауыр сөздері мен адам төзгісіз қылықтарына үндемей шыдады. Қатира ұлының Айымды жақсы көре бастағанын байқап, қызғаныштан екеуінің арасына от салғысы келді. Таңертеңгілік Айымды дүкенге жіберіп, ұлына келінін жамандады. Мен таңдаған қызға үйленбей, мынаны алып келдің. Айттым саған, бұл қызға үйленбе деп. Өзі сондай жайбасар. Бірдеңені айтсаң ғана істейді. Сонда да жылдам емес. Сондай сылбыр. Бағана келетін уақыты болды. Сүтке кеткен, әлі жоқ. Базар аралап қыдырып жүрген шығар. Асықпай жан жағына қарап. Азық түлікті тез алып саған таңғы асты берудің орнына асықпай базар аралап жан жағына қарап жүрген болар. Өзі сондай бір сылбыр, үндемес біреу. Анашым, енді өзіңіз үндемейтін келін керек дедіңіз емес пе? Ширақ қимылдайтын, менің жағдайымды жасайтын жақсы келінді алып келсе деп ойлаған едім. Қайдағы біреуді алып келдің? Анашым, басында сізге ұнаған, таңдауды өзің мақұлдаған соң үйлендім ғой. Үндемей тымпиып жүрген болады дағы, әңгімелесіп сөйлеспейді де. Бірдеңені істе десең ғана істейді. Онда да жай қозғалады. Оған істе дегенше, өзім істегенім мың артық. Үндемегеннен үйдей бәле шығады, деп бекер айтпаған. Анашым, мүмкін әлі үйренісіне алмай жүрген шығарсыздар. Үйреніспей не болыпты? Үндемеген момақан болып көрінгенімен, ішінде өте қуыл. Анашым, ондайым байқамадым. Жарайды айтайын. Үй шаруасының бәрін істесін. Бірақ сіз күйгелектенбеңізші. Қан қысымыңыз көтеріліп ауырып қаларсыз тағы. Менің жағдайымды ойлайтын сен ғана жаным сол. Күнім айналдым сенен деп Арманның анасы ұлына айналып толғанды. Анашым, мен сізді жақсы көремін ғой, деп Арман анасының қолынан ұстап сүйді. Сөз үшін бәрін жасаймын. Айымға келсек, ойыңыз қате деп ойлаймын. Айым негізгі жақсы қыз. Әлі көресің, ол бізге көресіңді көрсетеді. Сонда менің осы сөзімді есің аласың, деді анасы Қатира. Анашым, жарайды, рахмет. Таңғасыңызға, мен жұмысқа баруым керек. Ой, балам, өзің сондай кереметсің. Неге саған осындай әйел жолықты екен? Осы кезде үйдің қоңырауы шылдырады. О, Айым келді ғой деймін. Есікті ашайын, заттарына көмектесейін деп Арман орнынан тұрып есікке қарай беттеді. Соншама 2 сөмке қылтырып не сатып алғансың, деді Арман жымиып. Айымның қолынан сөмкелерін алмақшы болған еді. Жоқ, өзім апарамын, деді Айым. Саған таңғы асқа кілегей мен ірімшік алдым. Жоқ, мен жұмысқа кетіп барамын, деді Арман. Не сонда сен аш барасың ба жұмысқа? Таңғасымды іштім, рахмет, уайымдамай-ақ қой. Айым, анам сен жайлы шағымданып жатыр. Ол кісіні ренжітуші болма. Келістік пе? Жарайды, айтқаныңды істеймін. Ал мен кетуім керек, деп Арман Айымның бетінен сүйіп, ілгіште тұрған көрткесін алып сыртқа шығып кетті. Айым сөмкелерді алып ас бөлмеге беттеді. Ас бөлмеде келініне ашулы енесі күтіп отыр. Келдің ба? Қайда жүрсің? Дүкенге барам деп 5 сағат жоғалдың ғой. Тізімдегі заттарды аламын деп бөгеліп қалдым. Ондай сылтауыңды басқа біреуге айтарсың. Білем мен сенің не істеп жүргеніңді. Арманға таңғы асқа кілегей мен ірімшік әкеледі деп тосып отырмыз. Сен болсаң қыдырып жүрсің базарда. Шын, мен қыдырған жоқпын. Ірімшік пен кілегей ғана алған жоқпын ғой.
Тізімдегі басқа заттардың барлығын алдым, іздедім. Маған сөз қайтарады өзі, ұятсыз. Ұлым сені осы үйге келін етіп түсіріп, отбасымыздың бір мүшесі етті. Мен қызымдай қабылдадым. Ал сен болсаң, маған дауыс көтересің. Келін деген өз жөнін білу керек. Осы үйдегі міндетіңді таңертең ерте тұрып неге атқармайсың? Ұйықтап жатпай, ерте барып келуің керек еді. Қане көрсет, не алдың? Қазір бәрін шығарайын. Үй шығарма, әкел өзім қараймын, деп айымның қолынан сөмкені жұлып алып, заттарды түгендей бастады. Өсімдік майы қайда? Сіз тізімге жазбаған соң алмадым. Сенбесеңіз міне қараңыз. Сенен жақсы әйел шығады екен. Тізімге қарамай үйде не бітті, не жоқ, соны өзің қарамайсың ба? Әлде мен саған өмір бойы тізім жазып беріп отыруым керек па? Кешіріңізші, мен ол туралы ойланбаппын. Ештеңе ойламайтының көрініп тұр. Қазір тамақты қалай пісіресің? Өсімдік майы аз қалды, жетпеуі де мүмкін. Әлде соны барып мен алып келуім керек пе? Жоқ, сіз отыра беріңіз, мен қазір алып келем өзім. Өй зейінсіз, бармай-ақ қой, ертең аласың. Тағы да 2 сағат жоқ болып кетесің. Тамақты кім пісіреді? Жарайды, айтқаныңыз болсын. Айым көз жасын төгіп өзін кінәлаумен болды. Ауыр ойдан айырылу үшін үй шаруасына кіріседі. Асханада күйбеңдеп жүрген еді, енесі келді. Түскі ас пісірдің бе? Иә, дайын тұр. Қаз салат турап болайын. Мені тамаққа шақырсаң бір жерін қисайып қала ма? Жоқ, неге олай дейсіз? Салат турап болғаннан кейін сізді шақырамын деп жатқанмын. Өтірігіңді соқпа. Мен ас үйге келіп сұрамасам, мені адам құрлы көрмейсің. Тамақ шедау деп ойламайсың. Өз келінімнен өзім өз үйімде тамақ сұрап ішетін болдым ғой. Жетіскен екенбіз. Неге олай дейсіз? Келіңіз, отырыңыз. Тамақ салып берейін. Керек емес. Салатың турап болғаннан кейін айт. Өзім отырып тыныштықпен ішейін түскі асымды. Иә, дегеніңіз болсын. Салатыңды тез тура. Сен күйбеңдеп оны істеп болғанша аштан өліп қалатын шығармын. Айым енесінің сылтаудан сынық іздейтін мінезінен қатты шаршады. Бірақ қолынан ештеңе келмейді. Енесінің көңілін табу үшін бір нәрсе істеу керек. Күйеуі Арман анасының айтқанынан шықпайды. Арманға не деп анасы жайлы шағымданам. Сабыр сақтап, енемнің көңілін қайтсем де табуым керек. Айым үй шаруасымен жүргенде күннің қалай батқанын байқамай қалды. Кешкісін айымға енесі келіп, айым қазір қолың бос па? Я, бос, не істеу керек? Дүкенге, дәріханаға бару керек па? Дәріханаға да бару керек еді. Бірақ қазір ол емес, басқа айтайын дегенім. Я, айта беріңіз. Маған көйлегімді үтіктеп бересің бе? Белім ауырып, бүгілмей тұра алмай тұрмын. Ертең бір құрбым қонаққа шақырған еді. Қай киіміңізді үтіктеп берейін? Бөлмеде ілулі тұр, кірсең көресің. Аха, мүмкін шашыңызды да жөндеп берейін. Ертең әдемі болып барасыз. Ой, қайдағыны шығармашы. Сәнді көйлегімді үтіктеп берсең сол да жарайды. Оның матасы жұқа, абайлап үтікте. Оны Арман 8 наурызға сыйлаған. Аха, жарайды, қазір үтіктеп берейін. Айым киімді әкеліп үтіктеп жатқан. Қасында отырған енесі. Айым, естідің бе? Жоқ, естімедім. Есікті біреу қаққан сияқты. Арман кілтін ұмытып кеткен бе? Білмеймін. Бар, есікті ашшы. Қазір. Айым үтікті ыңғайлап қойып шығып кетті. Енесі орнынан тұрып, қолына үтікті алып, бәлем көрейін енді сені. Қатира киімді күйдіріп тастады. Айым, тез бері кел. Ойында ештеңе жоқ. Айым келді. Не істедің мұнаны? Не істедің? Киіммен бірге үйді де өртейін деп пе едің? Кешіріңізші. Неге олай дедіңіз? Жоқ. Мен үтікті шетке қойып кеткен едім ғой. Шетке қойсаң қалай өртенеді? Қалай күйдіреді? Білмеймін, айқайламаңызшы, мүмкін құлап кеткен шығар. Әй жауыз неме, не деп тұрсың? Құлап кеткен жоқ ол. Келін емес, келсап болдың сен. Мен рас айтамын, үтікті орнына ыңғайлап қойып кеткенмін. Менімен дауласқаныңды доғар. Қолыңнан түк те келмейді. Кешіріңіз, мен шын айтам,
үтікті ыңғайлап орнына қойып кеткен болатымын. Жап аузыңды, көргенсіз, деп Қатира айымның бетінен шапалақпен тартып жіберді. Мұндайды енесінен күтпеген айым: «Не үшін маған қол көтересіз?» деп жылап жіберді. «Сораңды ағызба, сенің көз жасың жетпей тұр еді. Бір шапалақ тигенге көгала қойдай болғандай көзін шығып басың жарылған жоқ. Енді бұл жай ғана көйлек қой». «Қалай жай ғана көйлек? Мен саған айттым, матасы жұқа, абайлап үтікте деп. Ал сен ақмақ тыңдамадың. Оның үстіне бұл баламның сыйлығы болатын. Бұл киімнің қанша тұратын білесің бе? Қайдан білесің сен кедей отбасынан шыққан неме? Қай заттың құнын қайдан білесің? Егер мен үйде болмағанда не болар еді? Үйде өртеп жіберер едің. Менің түбіме жеткің келіп жүр. Әлде Арман сияқты менің жаным ашиды деп тұрсың ба? Ол қулығың өте қоймайды сенің. Кешіріңізші, көйлектің үстін үтік қалай басып қалғанын білмеймін. Енді кешірім сұрағаның керегі не? Көңілімді де көйлегімді де құрттың. Арман сені қайдан тапты екен? Жұрттың келіні келін сияқты. Менің келінім келсап болып шықты. Мен әдейі істеген жоқпын ғой. Есік қағып тұр дедіңіз, бардым. Есікте ешкім жоқ. Ұзақ бөгелген жоқпын. Енді мен есік қағып тұр деп айтты деп, мені кінәлайын деп тұрсың ғой сен. Солай ма? Олай дегің келген жоқ. Түріңе қарасаң, моп-момақан сияқтысың. Негізінде нағыз бетпақ оңбағансың. Арман қалай ғана үйленді екен саған? Айым көз жасын тыя алмады. Қатира келініне ауыр-ауыр сөздер айтып, жазғырумен болды. Есіктің ашылғанын естігенде ғана келініне ұрысуын тоқтатқан болатын. Арман әйелі мен анасының қастарына келіп: «Не болып жатыр мұнда? Айым, неге жылап тұрсың?» Сол кезде Қатира: Мәне енді түсінікті болды. Сенің келетініңді біліп, өзін бәйкүне етіп көрсету үшін көз жасын төге қалды. Анашым, не болып жатқан мен үшін маңызды. Түсіндіріңізші, не болып жатыр? Мынаның қолынан түк келмейді. Анашым, мен сізге айттым ғой, мен әдейі істеген жоқпын. Қоя тұршы айым, деп Арман айымды сөйлетпеді. Анашым, айтыңызшы, не жағдай? Деп Арман анасына қарады. Үйді өртеп жібере жаздады. Менің көйлегімді күйдірді. Қатира айымға өтірік бәле жаба бастады. Әдейі істейді. Маған ерегісіп тыңдамайды айтқанды. Жұмыстан онсыз да шаршап келген Арманның ашуы қозды. Сонда қайдағы жоқ көйлек үшін жанжал шығарып жатырсыздар ма? Мүмкін әдейі істемеген шығар. Осы кезде Қатира: әңгіме онда тұрған жоқ. Мынау мойындамайды істеген ісін. Мені кінәлап, мені айыптап, маған жауып тұр бәрін. Анашым, неге олай дейсіз? Мен сізден кешірім сұрадым ғой. Осы кезде Арман: айым, қоя тұр. Сенімен қазір сөйлесем, деді Арман. Анашым, мүмкін әдейі істемеген шығар. Сізді босқа кінәлап жатқан жоқ шығар? Жоқ балам, бұл әдейі істеп тұр. Мен оған таңертең базарда көп уақыт кешігіп кеттің деп ұрысқан болатынмын. Сол үшін әдейі істеді. Ендігі өз дегеніңе жеттің бе? Жақсы болды ма саған? Мені жылатуға дейін барып тұрсың. Осы кезде Арман: болды доғарыңдар. Сенімен қазір сөйлесем. Не істеп тұрсың? Жүр, кеттік, деп Арман айымның білегінен ұстап алып бөлмеге қарай бір-ақ итерді. Бұл көрініске Қатира іштей қуанып, риза болып тұр. Қалай екен бәлем? Ұлымның мінезі ауыр, енді көресіңді көресің. Маған ауызыңды ашпауың керек еді. Арманды қармағыңа іліп алып қарашы бұны. Ол менің балам, оны ешкім тартып ала алмайды. Келін деген өз орнын білу керек, деп Қатира жымия миығынан күлді. Бөлмелеріне кіріп есікті жапқан соң Арман өзін ұстай алмай бар қаһарын айымға төгеді. Неге анамды ренжітесің сен? Арман, сен дұрыс түсінбедің. Мен саған басынан бастап бәрін түсіндіріп берейінші. Арман айымды тыңдағысы келмеді. Не түсіндіресің? Бәрін жақсы түсіндім мен. Сенің анаң дұрыс түсінген жоқ. Осы кезде Арман айымның бетіне шапалақпен тартып жіберді. Жап аузыңды. Анам жайлы ештеңе айтушы болма сен. Сен істедің ал. Көзінің жасын көрсетуші болма маған. Көзіңнің жасын көрсетсен,
Аяйды деп тұрсың ба мені? Ешкім аямайды сені. Айым екі алақанымен бетін қалқалап жылап. Ұрмашы өтінем. Осы кезде Арман айымды басынан жұдырықпен түйіп қалды. Қалай ұрмайсың сені? Айтқанымды естідің бе? Аузыңды жап, үніңді шығарушы болма. Не айтатынымды дұрыстап ұғып ал. Айым мұның бәріне төзуіне тура келді. Өйткені ол Арманға тәуелді еді. Сөзін сөйлеп бұл жерден алып кететін ата-анасы жоқ. Ата-анасы кішкентай кезінде қайтыс болған. Айым әжесінің қолында өсті. Әжесі жиі науқастанып тұрады. Айым аурушан әжесін уайымға салғысы келмеді. Арман жұдырығын түйіп айымға тағы ұмтылды. Не айттым мен саған таңертең? Анамды мазалама, қапаландырма дедің, деп айым еңіреп жылап тұр. Иә, анамды ренжітпе деп сенен бір нәрсе ғана сұрадым. Ал сен естедің? Жанжал шығардың. Егер айтқан сөзбен ұқпастан таяқпен түсіндірем мен саған. Мә саған деп Арман айымды шапалақпен қатты тартып жіберді. Айым жерге мұрттай ұшып құлады. Арман айымды іштен ішке тепкілей жөнелді. Мә саған, мә саған. Айым мектеп бітірген соң оқуға түсіруге әжесінің ақшасы болмады. Айым көкөніс сататын дүкенде сатушы болып жұмыс істеді. Сол жерде Арманмен танысқан болатын. Арман айымды кездесуге шақырды. Сөйтіп екеуі кездесе бастаған. Басында Арман жақсы, мейірімді сияқты көрінді. Арман айымның оқу ақысын төлеп беремін деді. Қазір айым сырттай оқиды. Ұратын білген кезде тұрмысқа шықпас едім ғой деп, айымның көз жасы көл болды. Арман айымды ұрып бөлмеден шығып, анасымен сөйлесуге келді. Анашым, айымның қылығы үшін сізден кешірім сұраймын. Оның мұндай мінезі бар екенін үш ұйықтасамда түсіме кірмепті. Кешіріңіз, өзі сондай қыңыр екен. Міне балам, мен саған баяғыдан бері айтып келем. Ал сен сенбедің. Сен жұмысқа кетсең, өзгеріп шыға келеді. Ал сен үйде жүргенде жып-жуас момақам тәрбиелі болып қалады. Ал өзі қу, мыстан. Енді айтқаныңыздан шықпайтын болады. Онымен сөйлестім. Тыңдамаса тартатын болады тағы да сазайын. Қатира ұлының айтқандарына іштей қуанып отыр. Бәрі мен ойлағандағыдай болды. Арман менің айтқанымда істеді. Енді біраз бәрін реттесем, айым бұл үйде қалмайды. Ондай қу сираққа бұл үйде орын жоқ. Мен тірі тұрғанда бұл үйде қожалық етпейді, деп ойлады Қатира. Келесі күні айым әжесімен ақылдаспақшы болып қоңырау соқты. Бірақ әңгімелері басқа тақырыпқа өріп кетті. Алло әже, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Сізбен сөйлесу керек еді. Бүгін барсам болады ма? Айым, балапаным, амансың ба, жарығым? Қашан келсенде есігім ашық қой саған. Кейінгі кезде денсаулығым болмай жүр. Қан қысымым көтеріліп, 2 күн болды, басым айналады. Несіне рұқсат сұрайсың? Келе ғой қарағым. Рахмет әже, дәрігер шақырдыңыз ба? Кеше қан қысымым жоғарылап, жедел жәрдем шақырдым. 2 рет дәрі екті. Енді тағы мазам болмай тұр. Ауруханаға бару керек шығар әже. Я, емханаға бару керек. Дәріханаға барып, дәрі алуға да шыға алмай отырмын. Келсең көмегің тиер еді. Дәріханадан дәрі алғызатын адамда жоқ. Дәрігерге апарар едік. Отбасылы болдың. Күйеуің, енең бар. Мазаңды алғым келмеді. Келем дегенің осының өзі маған көмек. Жақсы әже, қазір барамын. Айымның әжесі 80 жасқа келіп қалды. Жиі қан қысымы көтеріледі. Айым әжесіне Арман туралы айтқысы келіп еді, онсыз да қан қысымы көтеріліп тұрған әжесін уайымдатпау үшін айтпауды шешті. Осы кезде бөлмеге енесі Қатира кірді. 5 сағат кіммен сөйлесіп отырсың? Үйде істейтін шаруа бастан асып жатыр. Сен өсек соғып отырсың. Әжеме хабарластым. Қан қысымы көтеріліп, ауырып қалыпты. Мүмкін 1-2 күнге әжеме барып келермін. Дәрісін алып беретін де ешкім жоқ. Осы кезде енесі қулыққа салып. Мен де ауырып тұрмын. Дәрілерімді іздеп жүрмін.
Дәрілеріңізді әкеп берейін, сосын бара берсем болады ма? Ой, қандай өзімшіл адамсың. Тек өзіңді, өзіңнің туысыңды ғана ойлайсың. Мен де ауырып тұрмын. Қай жеріңіз ауырып тұр деп бір сұрамайсың ау. Мүмкін үйлерді тазалап, түскі асты жасап болған соң барып келермін 2 күнге. Жаңа хабарласқан кезде әжемнің даусы бәсең шықты. Ой, сені не істесем екен, а? Менің өлгенімді тілеп жүрсің ғой. Мен осылай қатты ауырып тұрғанда, мені үйге жалғыз қалдырып, әжеңе кетпексің бе? О не дегеніңіз? Әжем жалғыз және де жасы келген. Қасына 1-2 күн баруым керек. Дәрісін әкеп беріп, барып көмектесем бе дегем. Жарайды, Арманнан сұран, жіберсе бар. Бәрібір менің айтқаныма құлағыңды ілмейсің. Рахмет, қазір Арманға телефон шалам. Алдымен дастарханыңды жина, ыдыстарыңды жу. Мен ауырып тұрған түріммен ыдыс жууға әлім келмейді. Аха, жақсы қазір. Айым ас бөлмеде ыдыс жуып жатқанда, Қатира ұлына телефон шалып, ахлеп-ухлеп қатты ауырып тұрғанын айтады. Белім ауырып, басым айналып тұр. Құлап қалсам қайтемін. Бұрынғы сырқатым қайта басталған сияқты. Бәрі жүйкеден ғой. Түскі асты кім пісіреді? Айым бар емес пе? Пісірсін, әлде тағы еркіндікке жіберіп қойдыңыз ба? Айым маған ерегісіп, әжесіне барам дейді. Барып келгеніне 2 апта болды. Тағы барам дейді. Ауырып қалды деп сылтауратып, маған қарақсы келмейді. Үйдің бар шаруасы мойнына түскеннен кейін әжесіне кетем деп шықты. Қарағысы келмейді маған. Солай балам. Өй, кеткені қалай? Есі дұрыс па? Кеше айтқаным естен шығып кеткен бе әлде? Болмаса тағы да ескертем. Барма, үйде қал деп айттым. Тыңдайтын түрі жоқ. Заттарын жинап жатыр. 1-2 күнге барып келемін деп қоймайды. Анашым, уайымдамаңыз. Дем ала беріңіз. Оны мен өзім сөйлесемін қазір. Еш қайда да бармайды. Сөзіме сеніңіз, анашым. Оны мен сөйлесіп қайтесің, балам? Барсын. Мен бірдеңе қылармын. Ой, белім-ай, белім-ай. Қатира өтірік ауыра қалды. Айттым болды, бармайды, анашым. Жарайды, балам. Жұмысыңа кедергі келтірмейін. Сау бол. Тұтқаны қоя салып, Қатира өз-өзінен сөйлей кетті. Солай тып-тыныш кетіп қаламын деп тұр ғой албасты. Арман артынан барып кешірім сұрайды. Сосын екеуі қайта татуласады. Ондай ештеңе бола қоймас. Қатира Айымды жек көреді. Арманның Айымды жақсы көргенін қаламайды. Қатираның ойынша, Арман тек анасын жақсы көру керек. Өйткені мен оның анасымын деп ойлайды. Айым дастарханды жинап, ыдысты жуып, Арманға телефон шалды. Қатира ұлына өзін жамандап шағыстырып қойғанынан бейхабар еді. Сәлем, Арман, сөйлесе аласың ба? Я, хабарласқан жақсы болды. Саған өзімде телефон шалайын деп жатқанмын. Бірдеңе болды ма? Я, алдымен сен айт. Сенің айтқан нұсқаңды тыңдап көрейін. Айтатын нұсқасы деп не жайлы айтып тұрсың? Бірдеңе айту үшін хабарластың ғой. Көп сөзбай айт. Арман, 1-2 күнге әжеме барсам болады ма? Бағана сөйлескен едім, қатты сырқаттанып тұр. Сырқаттанып дейсің бе? Не болып қалыпты? Иә, қан қысымы көтеріліп кеткен соң келуімді өтінген. Анам ше? Сен үшін анам ауырып қалғаны есіңнен шығып кетті ме? Анаң кәрі адам емес қой. Үй шаруасын істеп, тамағын істеп қоямын. Тіпті дәрілерінде әкеп беремін. Сен келесің ғой кешке. Әжем ауырды деп сылтаулатып тұрған жоқсың ба? Отыр үйде, ешқайда бармайсың. Рұқсат бермеймін. Анама қара. Әжеңе ештеңе де болмайды. Бола қалса, онда менің шаруам жоқ. Әжең қаншада? 80-де ме? Жасын жасап, асарын асап, енді өкінетін ештеңесі жоқ шығар? Айтқанымды ұқтың ба? Ешқайда бармайсың. Отыр үйде, анама қара. Айым Арманның қатты өзгеріп кеткенін байқады. Айымның әжесінен басқа ешкімі жоқ. Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін әжесі Айымды асырап бақты. Әжесі әркез Айымның қасынан табылды. Міне енді әжесі көмекке зәру болған кезде Айым қасына бара алмай отыр. Жоспарының іске асқан аспағанын тексеру үшін Қатира ас бөлмеге кірді.
жылап отырған айымды көріп, ойлағаны жүзеге асқанына көзі жетті. Енесі өтірік түк білмегенсіп: «Арманмен сөйлестің бе?» «Иә, сөйлестім, үйде отыр» деді. «Жіберген жоқ». «Үйдің егесі, отағасы сол. Ол қалай айтады, солай болу керек. Бірақ әжем қатты ауырып жатыр ғой, соған қатты уайымдап отырмын». «Мен де сырқаттанып тұрмын. Сен тек өз қара басыңмен әжеңді ғана ойлайсың. Маған да шайымды жасап, неге дәрімді әкеп бермейсің? Көз жасыңды төге бермей, шай жаса. Түскі ас пісір. Қарным ашты». Қатира іштей ұлына риза болды. «Ой, ұлым-ай, жарадың. Сен үшін кім маңызды екенін көрсеттің. Әжесіне ештеңе де бола қоймас. Өле қоймайды. Ондайлар ұзақ өмір сүреді. Келінді еркіне жіберуге болмайды. Бәрін ойдағыдай болғанын қараш», деп Қатира қуанды. Айым болса күні бойы көз жасын тия алмады. Кешкісін Арман жұмыстан келгенде үн-түнсіз өз шаруасын істеп жатқанда айымның қасына Арман келді. «Айым, сөйлесуіміз керек. Неге менімен сөйлеспей жүрсің? Маған ренжіп жүрсің бе?» «Арман, аз уақытта болса да әжеме барып келуім керек. Тамағын істеп, дәрілерін әперуім керек». «Расымен де қатты ауырып қалды ма?» «Иә, кеше жедел жәрдем шақырыпты. Қан қысымы қатты көтеріліп кетіпті. Онда бірге барып қайтайық. Әжеңнің көңілін бірге сұрайық. Ертең менде демалыс». «Рахмет, Арман», деп айым қатты қуанып кетті. «Кешірші мені, соңғы күндері бұзылып жүрмін. Шектен шыққанымды білемін». Айым жымиып: «Адам болған соң қателеспейтін адам болмайды ғой. Оны кей кезде түсіну керек». Қатира айым мен Арманды әжесіне үйіне жібермеуге тырысты. «Бір нәрсе ойлап табуым керек. Оларды ана кемпірдің үйіне жібермеуім керек. Мына сыр жылан баламның жүрегін жұмсарту үшін көз жасын сорғалататын білгенмін. Не істеу керек екенін жақсылап ойлауым керек. Оларды үйде қалай қалдырсам екен?» деп Қатира ойлана бастады. Ертеңінде 2 жас айымның әжесіне баруға жиналды. Ал Қатира олардың ойын өзгертудің жоспарын дайындап қойған еді. «Ой, деп Қатира өтірік ауырып жерге отыра кетті. Анасының даусын естіген Арман жүгіріп анасына келді. «Анашым, не болды, анашым?» Арманның артынан айым да жүгіріп келді. «Ой, белім-ай, шойылып қалды, белім». Арман мен айым екі жақтан демеп Қатираны жерден тұрғызды. «Ой, белім-ай». Қатираны диванға отырғызды. Арман уайымдап: «Анашым, қай жеріңіз ауырып тұр? Қалай құлап қалдыңыз?» Қатира өтірігін соға бастады. «Орнымнан тұра беріп едім, аяғым кілт ете қалды. Белім шойылып қалып құлап қалдым». «Жедел жәрдем шақырайық», деді айым. Жоқ, керек емес. Басқа бір дәріні салып, одан сайын жүре алмай жүрермін. Одан да жата тұрайын кішкене. Сендер қайда жиналдыңдар? Серуендеуге шығасыңдар ма? Сосын барсаңдар қайтеді?» «Жарайды, анашым, ештеңе етпейді. Артынан барамыз. Сендердің көмектерінсіз үйде жүре де алмайтын сияқтымын ғой». Айым әжесіне бара алмайтынына көңіл күйі түсіп кетті. Арманның анасының ауырып қалғанына байланысты жоспар өзгерді. Арман анасын жалғыз қалдырмайды. Айымды да жалғыз жібермейді. Енді сұранайын десе тағы ашуланып шығады. Енді тағы ұрысып қалмас үшін сұранбады. Кетіп қалуға да болмайды. Енесі төсектен тұра алмай жатыр. Дәретханаға барам десе сүйеп апару керек. Қатира қулыққа салып: «Айым, Арман, екеуің мені тастап кетпей қасымда болыңдар». «Уайымдамаңыз, анашым, ешқайда бармаймыз, қасыңызда боламыз». «Айым, көріп тұрсың ғой, анашымның қасында болуымыз керек». «Жарайды, ертең барсақ ертең барайық». Осы кезде Арманның телефоны шылдырады. «Алло?» «Иә, үйдемін, аха. Не болды?» «Не? Қазір барам. Тұрған орындарыңды жіберіңдер». «Мақұл, жақсы, кездескенше». Айым Арманға: «Не болды?» «Ермек қой, жол апатына түсіпті. Баруым керек, көмегім керек». Осы кезде Қатира: «Мен ше?» «Анашым, айым бар ғой қасыңызда, көмектеседі сізге». «Иә, мен бармын ғой, уайымдамаңыз», деді айым. «Анашым, мен кетуім керек».
Арман анасының бетінен сүйіп асығыс үйден шығып кетті. Айым асханада жүреді, артынан ширақ басып енесі жетіп келгенде аптырып тұрып қалды. Айым енесінің өтірік ауырғанын біліп қойды. Бірақ енесі не үшін олай істегенін айым түсіне алмады. Айым енесіне не үшін олай істеп жүргенін сұрамақ болып енесіне жақындады. Өзіне қарап тұрған айымды көрген енесі: «Ей, сен неге маған бажырайып қарап тұрсың? Сонда қалай? Беліңіз ләзде жазылып кетті ма? Беліңіздің шойылғаны қайда? Өзіңіз жүріп жүрсіз ғой, ауырмайды ма не?» «Ауырады, неге ауырмайды? Бірақ қатты емес». «Онда не шаруаң бар сенің? Мен саған не, жауап беруім керек пе?» «Ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Мен барлығын өз көзіммен көрдім. Сіздің ешқандай жеріңіз ауырмайды. Бірақ не үшін істедіңіз, а?» «Солай істеу керек болды, сосын істедім. Онда шаруаң болмасын сенің». «Біз Арман екеуміз бірге әжеме бармақ болғанбыз. Сіздің өтірік ауруларыңыздың кесірінен сырқаттанып жатқан әжеме бара алмай қалдым. Әжем болса ана жақта ауырып жатыр». «Ей, сен айғайлама маған. Қалай сөйлейсің? Жөніңді білсең келін, ұқтың ба?» «Маған неге олай істейсіз? Мен не істеп қойдым, а?» «Өйткені сен қара сирақ, түк көрмеген бейшарасың. Сен менің баламды тартып алмақсың ба? Оныңнан түк те шықпайды. Мен саған бермеймін оны. Өйткені ол менікі. Түсіндің бе?» Айым енесінің ұлын өзінен қызғанатынына көзі жетті. Арманды не үшін қарсы қоятынын түсінді. «Мен енеме жау, күндес емеспін. Осыны қалай енеме түсіндіруге болады? Арман сіздікі, оны мен сізден тартып алмаймын. Сіз екеміздің тіл табысқанымыз Арманға да жақсы. Сен тіл табысатын теңіміз емессің. Сен келіндік жолыңды біліп, басқа еш нәрсеге араласпай, өз жолыңмен жүруің керек. Сен Арманның басын айналдырып алмақшысың ба? Бір рет көрдім, сені құшақтап бәрін ұмытып кеткенін». Енді білдім. Әжеме барар кезде не үшін барғызбағаныңызды, сөйтіп біздің не істегенімізді қарап, не сөйлегенімізді тыңдап жүрген екенсіз ғой. Менің өз үйімде не істегім келеді, соны істеймін. Онда сенің шаруаң болмасын». Осы кезде айымның телефоны шылдырлады. «Алло, қайтыс болды?» Айымның түрі өзгеріп кетті. «Әжем қайтыс болды?» «Мүмкін емес». «Кім қайтыс болды?» деді енесі. Әжем қайтыс болды. Бұның бәрі сіздің кесіріңіз. Барайық дегенде барғызбадыңыз. Сен маған айқайлама. Бүгін барған кезде әжем тірі болушы еді». Айым көз жасын тия алмады. «Сіздің кесіріңізден дейді ғой. Мен не сонда? Сенің қасыңа тұрып, шашымды жайып жылайым ба? Әйтпесе Арманға айтамын, маған қол көтерді деп. Сосын көрерміз саған не істегенін». Айымның бар ойы тұманданып кетті. Енесіне қатты ашуы келді. Әжесінің өлгені аздай қатира айымды кемсітіп қорлай бастады. «Әжеңнің пәтері өзінікі ме еді? Әлде жалдап тұрып па едіңдер? Өзінікі болса саған қалады. Сәлде болса жасауың болады. Не деп тұрсыз? Әжем сіздің кесіріңізден қайтыс болды. Ал сіз болсаңыз не айтып тұрсыз, а? Тоқтатыңыз, әйтпесе өз-өзіме жауап бере алмаймын». «Ашуын қара мұның. Қорқып кеттім ғой. Сен не маған қоқан-лоқы көрсетіп жатырсың ба? Сен өзіңе қара. Ұлым саған үйленбегенде дүкеніңде көкөніс сатып әлі отырар едің. Кімсің сен? Сондай-ақ бейшара, түгі жоқ». Айым түрі бұзылып бөлмесіне кіріп кетті. Енесі айымның артынан ұрысып келе жатты. «Айғайлайсың маған, айғайлама маған». Осы кезде айым бөлмеден тартпада жатқан бәкі пышақты енесіне кезеп шығып келе жатты. Түрі қатты бозарып кеткен. Айым ызадан не істеп жатқанын өзі білмеді. Айымға әжесінің өлімі қатты соққы болды. Әжесі өлгенін естіген айымның өмірге деген еш қызығушылығы қалмады. Өзін жалпақ дүниеде жалғызсырап қалғандай сезінді.
Өмірге деген ешқандай құштарлығы қалмады. Не үшін, кім үшін өмір сүремін? Өмірге еш ынтасы қалмаған Айым енесіне пышақ кезеді. Тастана пышағыңды. Айым зеңіп қалған адамдай теңселіп, енесіне жақындады. Олай істеме, қой. Әй, олай істеме. Сені түрмеге қамап қояды ғой. Қой, көмектесіңдер. Кім бар? Деп Қатира жан даусы шықты. Қой, істеме олай, Айым, түсіндім. Қой, Айым. Айым енесінің сөзін естігенде жоқ. Пышақты енесінің мойнына бір-ақ тықты. Қан атқылап шашырай берді. Қатира көз аларып жерге құлап түсті. Бірнеше сағаттан соң үйге Арман оралды. Есіктен кірген бойда сілейіп тұрып қалды. Дәлізде қанға бөгіп анасы жатыр. Қолындағы пышағы бар Айым еденде отыр. Анашым, деп айқайлаған Арман, анасының өлі денесін жұлқылап жылай бастады. Не болды, Айым? Не болды, Айым? Не істедің? Осы кезде Айым, хош бол деп пышақты өз жүрегіне бір-ақ тықты. Жоқ, Айым, деп Арман айқайлап қала берді.